Жалпы бұл негізі осындағы қазақ журналистерінің және Қазақстан футбол федерациясында қызмет ететін жігіт қыздардың ортақ идеясы болды. Негізі жалпы Асеке сіз бастадыңыз деп естіп жатырмын, ортаға тастады деп. Осылай қазақша сөйлесек қалай болар екен деп соны іліп әкеттік. Сосын УЕФА-ға өтініш тастап едік. Негізі бізде жергілікті жердің тілінде және ағылшын тілінде диктор сөйлейді, сол жеткілікті дегендей жауап қатты. Бірақ Қазақстан үшін, қазақ халқы үшін қазір ұлттық құрамамыз қазақшаланып жатқан кезде Талғат Мауролұлы, Байсуфинов бәрін тілім, елім, жерім деп біріктіріп жатқан кезде біз үшін осындай 36 мыңдық стадионда қазақ тілінде диктор сөйлесе өте маңызды деп түсіндіргенде УЕФА бізге келісімін берді. Сөйтіп алаңға футболшылар шыққан кезде олардың есім сойылдарын қазақша таныстыруға мүмкіндік туды. Керемет сәт болды және таныстырғаннан кейін футболшылар сіздерге қалай естілді ма, жалпы байқадыңыздар ма деген кезде шынымен де осындай Македония төрінде астанасы Скопье қаласында қазақша сөз естігеніміз бізді қазақша таныстырғаны рух сыйлады, қосымша сенім берді деп айтып жатыр. Бәлкім соның арқасында ойында жақсарған шығар, соған бір титтей үлесіміз тиген шығар. Енді Қазақстан футбол федерациясында осындай қызметте жүргеннен кейін барынша тілге, ұлтқа, халыққа қызмет қылуға және тер төгуге тырысып жүрміз қолдан келгенше. Сондықтан бұл бір тамаша бастама болды деп отырмыз.